Баршаға сәлем, байланыста ТВ School, сіздермен Амира Сергей қызы. Бүгін біз өңірімізде өтіп жатқан ауқымды шара Шығыс Салбұрыны атты фестивальға келдік. Дәстүрлі шара биыл да қызыққа толы болмақ. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір бұл жерде бүкіл көшпенді халықтарының атмосферасын беретін ойындар мен түрлі тамсандырар дүниелер өтуде. Мысалға мұнда теңге ілу, садақ ату, жылқыны қолға үйрету және де басқа көптеген көшпенді халық өмір салтын тамашалауға болады. Сонымен қатар қазақи нақышта тігілген киімдер ұсынылған. Қатысушылар тізімінен қазақстандық бүркітшілер мен 5 өзге мемлекет өкілдері өз шеберліктерімен сынасады. Осы шараға демеуші ретінде Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі атсалысты. Бүгінгі өтіп жатқан шараның ауқымы мен жеткізер мақсаты неде деп ойлайсыз? Мақсатымыз қазақтың салт дәстүрін бүкіл әлемге көрсету. Дәл осы ауылда Бозанбайда тұрып жатқан кісілерге қызық өмір әкелу. Осы кісілерге мың алғыс, өйткені осы кісілер біздің қазақтың салт дәстүрімізді сақтап көрсетіп жүрген. Осы кісілерге міне бүгін Норвегиядан, Швециядан, Бавариядан, Германиядан кісілер, туристер келіп жатыр. Ойын өтіп жатыр ғой, осы ойындардың қай түрі сізге ең жақын және неге? Ат сүйреген, шын айтқанда. Былтырғыдан осы шараның ерекшелігі неде? Деңгейде, кісілердің санында, менше жыл сайын өсіп жатыр осы деңгей, осы фестивальдің. Сұхбатыңызға рахмет. Фестивальге арнайы келген халық қарасы көп. Барлығы ұлттық нақышта киінген көздің жауын алады. Олардың көңіл күйлері қалай екен? Бірге білейік. Білемесіз бе, есіміңіз кім және де қай жақтан келдіңіз? Есімім Сәлімхан Ерғазылы, Жетісу облысынан келіп тұрмыз, Талдықорған қаласынан. Бірден қызықты сұраққа көше кетсек, осы құстың жасын қалай анықтайды? Құстың жасын енді балапаннан тартып анықтайды. Бір жасын балапан дейді, 2 жасын тірнек, 3 жасын тастүлек. Солай ары қарай атай береді. 12 жасына дейін атайды. Құстың салмағы қанша және де ұзақ уақыт бойы осы бүркітті қолда ұстап тұру қиындық тудырмай ма? Біршама қиындық тудырады. Енді 30 жасқа дейін жасайды екен. Әзір мына құстар 2 жаста. Былтырғы балапан, биыл тірнек құс. 2 жаста. Осы бүркітті үйретіп, оны бағындыру үшін қанша уақыт кетеді? Енді балапан құстар болса 15-20 күндей уақыт қана кетеді. Енді дүзден түскен жабайы құс болатын болса, кем дегенде 1 айдан артық уақыт кетеді. Ал осы салада жұмыс істегеніңізге сізге қанша уақыт болды? 30 жылдай болды әзір. Ешқашан өкінбедіңіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Сұхбатыңызға рахмет. Я, достар, бұл шара өткенімізді ұмытпай, өскелең ұрпаққа дәріптеу үшін өте маңызды. Ал біз өзіміздің кезегімізде осындай шаралардың өтуіне тілектеспіз.